Бәріне сәлем достар. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз 6 сыныптың қазақ тілінің 7 тарауының 6 параграфын өтетін боламыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз тұңғыш олимпиада чемпионы атанған қазақ. Бізде бірінші тапсырмада айтылыпты, мәтінді оқып қай стильде, ауызекі стиль, ресми стиль жазылғанын ажыратыңдар депті. Бірінші біз мәтінді оқып алайық, сосын астындағы сұрақтарына жауап беретін боламыз. Жақсылық Үшкемпіров 15 жылдан аса жеңіл салмақта 48 келі 6 алаштың көз қуанышы болды. Ел намысын қолдан бермей қазақтың қайсар мінезін танытты. Алдымен бүкіл кеңес одағының балуандары ұнытты. Табаны күректей 15 жыл бойы тек бір салмақта ғана күресудің қиындығын бос кілемде бақ сынағандар біледі. Оған екінің бірінің төзімі жетпейді. Жақсылық 1980 жылы Еуропа чемпионатының күміс жүлдегері атанды. Одан соң Мәскеу олимпиадасының чемпионы қазақ болғалы олимпиадада тұңғыш алтынға қол жеткізді. Ол грек-рим күресінен алтын медаль алып, ұлтының мәртебесін тасытқан. Олимпиадада жекпе-жегінде олжа салған тұңғыш қазақ. Іле-шала 1981 жылы әлем чемпионаты атанған. Қанжығасына байлайды. 1982 жылы әлем кубогының иегері атанды. Олимпиада чемпионы атану үшін мектеп төгілген талай жылдық маңдай теріңіздің өтеуі ғой. Алғашқы әсері қандай болды? Шынымды айтсам, нақты есімде жоқ. Соңғы белдесуден-ақ қабден аған бәйгеден келген жүйрігіне жабуды жауып жіберіп, жұрт көзінен аулаққа алып кетуге асығатын қызғаншақ атбегілердей жүгіріп келіп, мені қапсыра құшақтаған күйі кілем үстіне ала түсті емес пе? Қуып жеткен бір журналист олимпиада чемпионы атанған тұңғыш қазақтың сөзін естігіміз келеді дегенде таңдайым кеуіп қаталып тұрған басым, қымыз беріңдерші, қымыз ішкім келеді деппін. Тілегің қандай дегенді естігенде олимпиада ойындарында менен кейінде қазақ ұлдары бірінен соң бірі чемпион бола берсе екен деп айтқаным есімде. Енді астындағы сұрақтарына жауап беретін боламыз. Бірінші сұрақ: теледидардан олимпиада ойындарын тамашалайсыңдар ма? Қай олимпиаданы көрдіңдер депті. Иә, олимпиада ойындарын тамашалаймыз. Соңғы көрген олимпиадамыз 2021 жылы Токиода өткен жазғы олимпиада ойындары. Олимпиадада еліміздің спортшысы орын алса, қандай сезімде боласыңдар? Егер Қазақстан спортшысы жүлделі орын алса, қатты қуанып мақтан тұтамын. Себебі бұл еліміздің абыройын асқақтататын үлкен жетістік. Әнұранымыз шырқалып, туымыз көкке көтерілгенде ерекше әсер аламын. Жақсылық Үшкемпіровтың халқына сіңірген еңбегін қалай бағалайсыңдар? Осындай спортшыларымызды қандай сөздермен сипаттар едіңдер? Чемпионға мінездеме беріңдер. Жақсылық Үшкемпіров қазақ спортының аңызы. Ол табанды, қайсар, еңбекқор спортшы. Оның жетістігі қазақ халқы үшін үлкен мақтаныш деп жазып аламыз. Енді бізде екінші тапсырма. Екінші тапсырмада айтылыпты, мақал-мәтелдердегі ырықсыз етістік тұлғаларын тауып, іс-әрекетінің кімнің тарапынан орындалатынын анықтаңдар депті. Осылай жазып аламыз. Сын түзелмей, мін түзелмейді. Мін сын өздігінен түзелмейді, адамдар тарапынан түзеледі. Қарт келсе, ақылдың қосылғаны, ақыл өзі қосылмайды, қарттың келуі арқылы деп осылай жазып аламыз. Ендігісі бізде үшінші тапсырма. Үшінші тапсырмада айтылыпты, тұңғыш олимпиада чемпионы атты мақала жазу үшін құрылымын ескере отырып қарапайым жоспар құрыңдар депті. Біздегі астындағы төртінші тапсырманың ешқандай да керегі жоқ, себебі ода аудиожазбаны тыңдаңдар деген. Менде ол аудиожазба жоқ. Кіріспе. Олимпиада чемпиондары және олардың маңызы. Негізгі бөлім: тұңғыш олимпиада чемпионы аты жөні, жетістіктері, маңызды жеңістері. Қорытынды: оның спортқа қосқан үлесі және кейінгі ұрпаққа әсері. Бесінші тапсырма. Ендігімізде бүгінгі тақырыпта аталған қазақ чемпиондары туралы мәлімет жинаңдар. Жинаған мәліметтерің негізінде Попс формуласы бойынша әңгіме жазыңдар депті. Бірінші сөйлем менің ойымша, екінші сөйлем өйткені, үшінші сөйлем тағы да бір айта кетерлігі, соңғы сөйлем қорытындылайтын болсам. Міне осыларды жазып аламыз. Менің ойымша, өйткені, тағы да бір айта кетерлігі, қазір қорытындысы бар оның. Міне осыларды жазып аламыз. Жалғасы, міне қорытындылайтын болсам. Енді осымен менің видеом аяқталды. Сау болыңыздар. Мені мың подписчикке жеткізіп тастайық.